Сәлем достар, біз бүгін осындай өте дәмді, жұмсақ сосиски в тесте пісіреміз. Біздің қамырымызға қажет заттарды дайындап алдым. Бізге осылай қант, дрожж, тұз, сұйық май, менде оливковый және жылы сүт. Жылы сүтімізге дрожжды, қантты, тұзды салып араластырамыз. Достар, қолымызға қамырымыз кішкене осылай жабысып жұмсақ болу керек. Кішкене оливковый майдан құйып жіберемін. Сосын бетін жауып қоямыз. Яғни сіздерде күнбағыс майы болса, соны қолдансаңыздар болады. Менде оливковый болғаннан кейін соны қолдандым. Енді бетін жауып, көтерілгенше жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз көтеріліп болды. Оны енді қазір жаямыз. Барлығын осылай кесіп шығамыз. Достар, менде осындай сосиски халал, осыны қолданамыз. Енді асықпай, ақырындап орап шығамыз. Менде аздау шығып қалған себебі балалар 2-3 сосискиді жеп қойды. Сондықтан қамырымыз жетеді барлығына. Осылай жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Біздің сосискіміз пісті. Барлықтарыңызға ас болсын.